Жоқ, сары балдар күйіп алады, қара бала жақшаның ішіне чуть-чуть сарады. Сарғыш бала. Егерде сіз осындай түнгі студияда болған қызықты әрі керемет жағдайларды көргілеріңіз келсе, Ақтау арнасына жазылыңыздар, себебі сіздер бұл жерден қызықты түнгі студиядағы видеоларды көре аласыздар. Бұл тек қана үзінділер емес, мен өзім тек үзінді алып отырмын, ұзақ болып кетпес үшін. Міне қарап отырсаңыздар, 29 минут, 25 минут барлығы басынан басталып соңына шейін дұрыстап аяқталады. Сондықтан да жіберіп алмаңыздар, жазылыңыздар, сілтемесі төменде және де бірінші комментарийде. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге әрине мен блогер Айбек. Бүгін біз осы кереметтей 3 посылканы ашатын боламыз. Келіп тұр екен, мана мәдениет үйіне барып қараған едім, барым екен, келдім екен деп 3 посылка келіп тұр екен, кереметтей. Ендеше кеттік, ашайық, көріңіздер. Блогер Айбек арнасы. Так, енді қазір мына посылкадан ашып бастайық. Бұның не екенін біліп тұрмын мен. Көресіздер сіздерде қазір. Бисмилля. Бұл міне осындай телефонға арналған защитный стекло. Бұны мен өзімнің ескі телефоным Smart Dus'қа алған болатынмын. Samsung Galaxy Dus Grand Neo. Міне осылай өте керемет қаптамада келеді. Қазір осыны жапсыратын болам. Видеода емес, әрине өзім бұны шуламай тыныш жерде. Мынау не деп ойлап отқан боларсыздар? Біреуі влажный, біреуі сухой тряпка болады, екі тряпка болады, кішкентай. Сол осы бірінші сотканың екен жағақсылап сүртіп аламыз да, сосын влажныймен сүртіп аламыз да, содан соң сухой түрімен қалай айтсам болады. Су жоқ түрі, не влажный. Сонымен сүртеміз да, мынаны ашып, өзінің заты болады, клейі, не жеріне міне тұр ғой. Осыны бүйтіп тартып ашамыз да, ананы бүйтіп дұрыстап орнына келтіріп жапсырамыз. Міне осындай кереметтей посылка келді, защитный стекло. Бұның бағасын шамамен мен 300, немесе 500, немесе 700 теңге. Сол 3 бағаның біреуі ұмытып қалып отырмын. Бұдан 1,5 ай бұрын бердім. Енді білмеймін, күн салқындаған сайын ба, посылка тез келмей бастайды. Так, бұл посылка не екен, қарайық енді қазір. Бұл посылканы өте асыға күткен тапсырыстарымның бірі. Көрсетейін сіздерге. Бұл міне бұлай болады. Міне мына жағы HDMI шнур. Мына жағы VGA. HDMI плюс VGA деген шнур болады, аты. Әлде қалай білмеймін, қателессем жөндеп кеттіңіздер. Мына жерге білесіздер ғой, компьютердің мониторының заты қосылады. Ал менде мынандай қосатын заты жоқ, өзім ноутбугымда тек HDMI заты бар. HDMI-ды өзіме затыма қосам да, монитордың көк шнурын мына жерге қатыратын болам, VGA шнурын. Солай енді бұйырса мониторды жалғайтын болам. Ал енді осы керемет посылка. Ең соңғы посылканы ашайық. Бұл өте керемет посылка. Бұны уже біліп тұрмын. Мына жерге уже сезіп тұрмын, қазір көресіздер ғой. Бұны жайлап аккуратно ашу керек. Мынаны хоп, помышкеде лақтырып жіберейік. Вот. Міне осындай качественный, арзан, қап-қара коврик. Бұны мен енді компьютермен Counter-Strike түрлі ойындар ойнаймын. Тек ойын емес, маған видеомонтажда коврик үлкен рөл ойнайды. Сондықтан міне мынау өте жақсы матасы. Қазір мен көне ковригімді көрсетейін сіздерге. Міне мынау менің көне ковригім. Уже бұны да алғаныма көп болды. Жайлап зат болып бастап отыр, шаң басып, уже суреттері кетіп, жайлап ағарып бастап отыр. Неше рет жудым, 2-3 рет жуып алған болатынмын. Алғаныма бір 5-6 ай болып қалған шығар. Бұл да негізі жақсы жұмыс жасады. Енді бұның орнына жаңа коврик келетін болады.
Осы секілді қызықты видеолар және түрлі керемет фотолар менің Instagram парақшамда толып тұр. Сондықтан да менің Instagram парақшама жазылып кетіңіздер. Бұл жерде енді жаңа айтып кеткендей фотоларымды, видеоларымды және күнделікті историялар және жиі тікелей эфирлерге шығып тұрамын. Достарыммен, Дамир Гизетпен және түрлі достарыммен қосылып тікелей эфирлерге шығамын. Кей кезде сіздермен де бірге шығуым мүмкін. Сондықтан да менің Instagram парақшама жазылыңыздар. Сілтемесі төменде немесе Нежный Айбек, Нежный Т. Достар, және де біздің ВК группамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздер бұл жерден күнделікті қызықты ақпараттарды алып отыра аласыздар. Және де түрлі керемет өзімнің фотоларымды және де түрлі адамдардың жазған өзінің ойларын және кішігірім сыйлықтарыңызды жібере аласыздар. Осы жерде қызықты заттардың бәрі болады. Сондықтан да жазылып құр қалмаңыздар. Сілтемесі төменде және де бірінші комментарийде. Егер ұнаған болса, лайктарыңызды басып жіберіңіздер, және де біздің Instagram парақшамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сілтемесі төменде болады. Және де біздің екінші каналымызда жаңадан хоррор видео шықты, Let's Play. Соны көріңіздер. Let's Play жанрын қолдаңыздар. Өте керемет хоррор видео түсірдім. Менің реакциямды көргілеріңіз келсе, сол каналға тіркеліңіздер. Міне дәл қазір экранына шыққан болар. Сілтемесі төменде немесе міне экранда көріп тұрған боларсыздар. Міне әлде міне жерде видео тұрады, ортада міне видео тұр. Мына жақта міне менің каналым тұр. Сол екінші каналым, мына жақта біздің осы канал тұр. Тіркеліңіздер. Ал сіздермен бірге болған мен блогер Айбек. Давайте, достар.